Саламатсыздар ма 11-ші сынып оқушылары? Бүгін сендерге ашық сабақ бастамас бұрын сәттілік тілейіп алайын. Ажар, саған денсаулық тілеймін. Бақыт тілеймін. Керемет көңіл күй тілеймін. Грантқа түсіп кет. Жақсылықтар көбейсін. Сәтті күн тілеймін. Денсаулық тілеймін. Сәттілік тілеймін. Бақыт тілеймін. Ойлаған арманға жетеді. Жолың ашық болсын. Сәттілік. Бақытты бол. Күлімдеп жүр. Жақсылық тілеймін. Жеңістен көп болсын. Қосылып кетіп жүр. Керемет көңіл күй. Грант түсін. Денсаулық тілеймін. Рахмет сендерге. Енді осы жерде сендер топқа бөліп, сразу отырып алуларыңа тілектеспін менде. Сендерге мынандай мен Қазақстанның картасын алып отырмын. Осы Қазақстанның картасын батыс, шығыс, солтүстік деп бөлдім. Сол бөлінген бойынша бағыттарды бөліп алыңдар да, солтүстікті таңдағанда бірінші топ, батысты таңдағанда екінші топ, шығысты таңдағанда үшінші топқа құрастырып отырасыңдар. Ал енді топтық жұмыстың топтарына аттарын беріп алайын. Бірінші топ экология тобы, екінші топ табиғат тобы, үшінші топ ресурс тобы. Ресурс тобы. Мына бірінші топ, мына үш топтың атын бердім. Енді бейне материалға қараңдар балалар. Миға шабуыл әдісі арқылы сабақтың тақырыбы менен мақсатын болжап алайық. Мұқият зер салыңдар. Кім қандай ой салды? Ал. Біз осы суреттерге қарап, табиғатты көріп тұрмыз, және де табиғатты аялап, өзіміздің алақанымызда ұстау бізге көрсетеді. Ал сенің ойыңша? Бізге бұл жерде пайдалану түрлері деп жазылып тұр. Яғни айтып кеткендей, мүмкін табиғатты пайдалану түрлерін өтетін шығармыз. Жақсы. Рахмет. Сендер жобалап өздерінің ойларың бойынша сабақтың тақырыбы, яғни дәл табиғатты пайдалануды реттеу. Яғни бүгінгі сабақтың мақсаты, оқу мақсаты экономикалық, әлеуметтік экономикалық салдарды, ескеретін табиғи жағдайлар мен ресурстарды және қоршаған ортаны тиімді пайдаланудың, реттеудің тиімді жолдарын қолдану деп айталамыз. Бүгінгі осы мақсатқа жету үшін сендерге мен бірнеше тапсырма ұсынамын. Сол тапсырманы орындап, сабағымыздың мақсатына жетуіміз керек. Енді бірінші сабақтың басы бойынша постер әдісі арқылы топтық жұмыс. Топтық жұмыста үш топқа үш дескриптор беріліп тұр. Бірінші топ қазіргі заманғы табиғатты пайдалану үдерістерін анықтайды. Екінші табиғатты пайдалануды реттеу механизмдерін атайды. Үшінші табиғатты пайдаланудың басқару функцияларын талдайды. Яғни бірінші топ, екінші топ, үшінші топ осы постер арқылы жұмыс жасайсыңдар. Жалпы түсінікті ғой балалар. Дайын болсаңдар белгі беріңдер. Дайын болсаңдар белгі беріңдер. Жақсы. Бірінші топ экология тобына сөз кезегі. Яғни бірінші тапсырма бойынша экология тобы сөйлейді. Дайындалып отырыңдар. Екінші табиғат тобы, үшінші ресурс тобы. Бізге бүгін берілген тапсырма табиғаттағы қазіргі заманғы табиғатты пайдалану үдерісін анықтау. Біздің тұрақты дамуымызға қазіргі модель мен табиғат ресурстарын дұрыс пайдалану амалымыздың кері әсерін береді. Адамзат экологиялық дағдарыс пен басқа ғаламдық қатерлерге қарсы тұру үшін дамудың басқа моделін ойлап табады. Ал бұндай модель тұрақты даму деп аталады. Экологиялық жағдайды қалпына келтіру мақсатында елдер тарапынан қазіргі таңда қомақты бір инвестициялар және де материалдық ресурстар талап етіледі. Сол себепті қазіргі таңда ең алдымен бұның әлемнің дамыған елдерінде қолға алынды. Жақсы. Рахмет сендерге. Ал екінші топ қазіргі табиғатты пайдаланудың реттеу механизмдері берілген екінші топта. Сөйлей бер. Біздің топқа берген тапсырма. Біздің топқа берген тапсырма табиғатты пайдалануды реттеу механизмдері. Біз оны былай түсіндік. Табиғатты пайдаланудың реттеу
басты мақсаты өндіріс үдерістерін және шығарған өнімнің қоршаған ортаға зиянсыз әрекеттерін шектейтін нормалар мен талаптардың орындалуын және де табиғи ресурстардың қалпына келтірілуін тиімді пайдалануын қамтамасыз ету. Табиғатты реттеудің басқару формалары әдіс-тәсілдерден, функциялардан және де ұжымдық құрылымдардан тұрады. Есімнің сөзін толықтыра кететін болсам, табиғатты пайдаланудың реттеу механизмдерінің басты әдістерінің бірі бұл басқару әдістері. Басқару әдістері деп отырғанымыз табиғатты тиімді пайдалана отырып және де қоршаған ортаның пайдалы келтіретін ресурстарын қорғау. Бұны мына тізбек арқылы айта аламыз. Табиғатты пайдаланудың басқару әдістері әкімшілік, экономикалық және де әлеуметтік психологиялық бағыттарын қамтиды. Жақсы, рахмет. Ал үшінші топ сендердің тапсырмаларын табиғатты пайдаланудың басқару функцияларын талдаймыз. Табиғатты пайдаланудың басқару функциялары түрлі қызмет арқылы пайдаланылады. Оған экологиялық және де экономикалық қызмет түрлері жатады. Оның ішінде институциялық және де атқарушылық қызмет түрлері бар. Олар заң шығару, табиғи нысандарды есепке алу, қоршаған ортаның мониторингі болып табылады. Атқарушылық экологиялық сараптама, оған экологикалық, экономикалық болжау және де экологикалық, экономикалық жоспарлау жатады. Жақсы, рахмет саған. Жарайсың. Ал енді балалар, осы бірінші тапсырма бойынша бір-бірімізді бағалап алайық. Бірінші топ, екінші топты, екінші топ, үшінші топты бағалайды. Үшінші топ, бірінші топты бағалайды. Ал бірінші топ кім бағалайды? Екінші топ табиғат тобын бағалай кететін болсам, олар табиғатты пайдалану механизмдерін кесте түрмен бізге нақты керемет дәлелдермен жеткізіп берді. Екінші топ? Тобымыздың ойынша, үшінші топ, бесінші тобы топ бойынша жұмысты жақсы орындап, постерді талап бойынша жақсы орындауда. Ал Әсел бізге жақсы нақты мағлұматтар беріп Мағлұматтарын жасады, иә? Ал Сымбат? Бойынша айтатын болсақ, бірінші топ экология тобында Назерке Мемоевтің өз ойларын толық жеткізді, постерлерімен өте жақсы қорғады. Жақсы, рахмет. Енді балалар, екінші тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырма бізде интервью белсенді әдіс арқылы тақырыпты кеңінен саралай отырып, осы сұрақтарға жауап бере аламыз. Енді бірінші топқа қандай аймақтар мен мемлекеттер табиғатты қорғауға көбірек ақша бөлді? Яғни осыған біз зерттеу жүргізуге тапсырма береміз. Екінші, табиғатты пайдалану үдерістерін реттеуге байланысты заңнамалық актілерді анықтау мақсатында тапсырма берілген. Үшінші, ауылдық жерлерде және қала жағдайындағы жерді пайдаланудың басты мәселелерін қосымша мәліметтермен толықтырылуы берілген. Енді осы үш тапсырма туралы ойларыңды жинақтап отырыңдар. Ал екінші топ, табиғат тобы. Біз табиғат тобы екінші топқа берілген сұраққа жауап бере өтсем, табиғатты пайдалану үдерістерін реттеуге байланысты экономикалық заңнамаларды анықтаңыздар деген тапсырма берілген болатын. Біз осы Қазақстан Республикасының табиғаты өте орасан зор байлығы бар. Біздің адамның қажеттілігіне сонымен қатар кәсіп ары қарап дамытуына өте үлкен үлесін қосады, көмегін тигізеді. Және де біз оны тек қана қолданудан бөлек, біз оны сақтап қорғауға міндеттіміз. Соған байланысты Қазақстан Республикасында бірнеше заңдар мен заңнамалар шығарылған. Олардың бірі 1918 жылы шығарылған табиғатты қорғау деген арнаулы комитеттің ұжымдастырған ұжымы. 1962 жылы Қазақстан КСР жоғарғы кеңесінің шығарған 16 маусымда шығарылған заңнамасы және де 1978 жылы шыққан Қызыл кітап атты осы кітабымыз жануарларды жоғалып бара жатқан өсімдіктерді барлығын сол кітапқа енгізіп қорғауға өте үлкен үлес қосты. Өте жарайсың. Қызыл кітапты нені қорғауға алып жатыр? Сол жаңағы азайып бара жатқан немесе жоғалып құртылып жатқан осы жануарлар мен өсімдіктердің әртүрлі тұқымдарын, мысалы түрлерін сол қорғау мақсатында ұйымдастырылған. Жақсы, отыра ғой. Қосылулар бар ма топта? Келесі топ. Бізге берілген тапсырма ол қандай аймақтар мен мемлекеттер табиғатты қорғауға көбірек ақша бөледі.
осы сұрақты зерттей келе біздің топтың ойынша халықаралық табиғатты және де табиғи қорларды бөлетін қазіргі одақ IUCN деп аталады. Бірақ та бұл ұйым ғана емес, онымен қатар бірнеше елдер де табиғатты қорғауға өз үлестерін қосып жатыр. Ол елдер Жапония, Ресей, Үндістан, Қытай. Және де бұл елдермен қатар біздің Қазақстан да өз үлесін қосып жатыр. Статистикаға сүйенсек, 2017 жылы Қазақстан табиғатты қорғауға 63 миллион теңге бөлді. Ол қазірге дейін өсіп келе жатыр, және де осы жылы 98 миллиард теңге бөлінді. Өте жақсы мәліметтер жинақтап келген екенсің, Жанеке. Қазіргі жылдан жылға көбейіп жатқанын көріп тұр, иә? Келесі үшінші топ. Сендерге берілген тапсырма ауылдық жерлерде, ресурс тобына, яғни ауылдық жерлерде және де қалалық жерлердегі жерді пайдаланудың басты мәселелерін атап өту. Жерді пайдалану бұл қоғамда адам мен әлеуметтік топтар арасындағы әлеуметтік әрі экономикалық қатынастардың бірі болып саналады. Және де оның түрі өзгеруі бұл уақыттың өзгеруіне байланысты, яғни қазір 21 ғасыр болса, жердің пайдалануының өзі 21 ғасырға байланысты заңдарға өзгеріп отырады. Оның және де тағы басты қасиеттерінің бірі бұл ауылдық жерлерге, яғни өздерінің шаруашылықтарын жүргізетіндерге, олар жерді пайдалануды таңдамастан бұрын климаттық ерекшеліктеріне қарап өтеді. Және де мысалға айтып кететін болсақ, 2021 жылдың 31 желтоқсанында мәжіліс өткізілген болатын. Ол жерде заңның нормаларының кейбір нормалары мораторийден жойылған болатын. Және де ол жерде айтылғаны, осы қазақтар ауылдық шаруашылық жерлерін шет ел азаматтарына немесе шет ел азаматтарымен некеде тұрғандарға берілмейді, яғни тыйым салынады. Өте жақсы мәліметтерді жинақтаған. Рахмет саған, Амина. Келесі осы екінші тапсырма бойынша тез арада жылдан бағалап жіберейік. Ал Назерке, біздің табиғатты тобын біздің топ өте жақсы баға береді, себебі олар өз ойларын жүйелі жеткізе білді. Ал біздің топтың ойынша ресурс тобы өте жақсы сұраққа жауап берді. Амина фактпен өз ойын дұрыс тұжырымдай алды. Біздің үшінші топтың ойы бойынша бірінші топта Жанерке өз ойын статистиканы қолдана нақты түсіндірді деп ойлаймыз. қандай статистика қолданады, жақсы түсіндірген. Жақсы. Енді балалар, үшінші әдісіміз біздің галерея әдісі. Яғни мынау бейнематериалға көз жүгіртіңдер. Осы бейнематериал бойынша талқылаймыз. Жылдан. Оқыс жәшігінде жаңай лақтырылған қағаз болмаса, ормандағы сирегелден кейін қалған консерві қалбыры, немесе пластик бөтелке жүріп бара жатып тастай салған сағыз. Сіз бұдан кейін осы қоқысқа не болатынын ойланып көрдіңіз бе? Қағаз жаңбыр астында қалуы мүмкін. Кейін кебе тағы суланып осылайша қайталана береді де, ең соңында ыдырайды дегенмен толығы. Балалар, мына бейнематериалда қандай тұжырымға келдіңдер, қандай ойға келдіңдер деп ойлайсың, Ажар? Менің ойымша, бұл бейне роликте басты осы адамзаттың табиғат жөніндегі басты проблемасы осы зауыттардың және автокөліктен шығатын түтіндердің жою жөнінде мақсат етіп қойып жатыр. Қазіргі таңда 2005 жылғы Жаңа Зеландияда қабылданған заң бойынша көптеген зауыттар мен осы автокөліктен шығатын түтіндердің жаңағы жою жөнінде және салық қою жөнінде мәселе қойылған болатын. Және осыған орай менің ойымша біздің елімізде де осындай көптеген заңдар қабылданса екен. Күшейсе екен, қабылданса екен дейсің, е? Ал Венера? Тағы да табиғаттың өзінің зиян келтіретін көзқарастардың бірі бұл қоқыс болып табылады. Мысалы ретінде біз пластик бөтелкелерді ала аламыз. Пластик бөтелке адамға неғұрлым жеңіл болғанмен табиғатқа зиян соғуы көп. Оған күн, жел, су әсерінен табиғатқа зиян заттар бөле береді. Өте жақсы, Венера, отыра ғой. Ал Серік? Зерттеулер бойынша топыраққа ең көп ластайтын түрлі металлдар, шыны ыдыстар және пластик резеңке қалдықтары. Топырақ ластаған кезде ол өсімдіктерді ластайды және су тұтыну кезде денсаулыққа зиян келтіреді. Өте дұрыс айтасың. Яғни топырақтан жер астына өтсе, ол адамның ағзасындағы суға да, ауаға да, топыраққа да барлығына зиян жақтарын атап өтіп отыр, иә?
Мінекей балалар, рахмет сендерге. Енді осы үшінші тапсырма бойынша бағалап жіберейік. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топтар. Біздің топ ресурс тобын өте керемет деген бағамен бағалаймыз. Себебі Бекасыл өз ойын дұрыс жеткізе білді. Біздің топтың бойынша Венера видео туралы өз ойын жақсы жеткізіп, барлық мәселелерді талқылады. Менің ойымша Ажар өз ойын видеоролик арқылы жақсы жеткізді деп ойлаймын. Заводтар мәселесін қозғап. Рахмет сендерге. Балалар, үйге тапсырма алыңдар. Біз сабағымыздың соңына да келдік. Үйге тапсырма тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін қандай мамандық саласын таңдайсыз деген шағын эссе тапсырмасын беремін. Сендер 11-ші сынып болғаннан кейін осы мамандық таңдауға да қателеспеулеріңе байланысты эссе тапсырмасын ұсынып отырмын. Енді қазір кері байланыс жасаймыз. Ал Ажар? Менің ойымша бүгінгі біздің сабағымыз керемет өтті деп ойлаймын. Керемет өту себебі біз осы сабақта көптеген тапсырмалардың ішінде көптеген экологияға және табиғатқа қатысты мәселелерді қозғадық. Біз бұл сабақтан өзімізге құнды мәлімет ала білдік. Себебі табиғатқа зиян келтірсек, табиғат ластанады және адам денсаулығы құтылады. Біз осы сабақтан оқушылардың жаңа жоқтарын көре алдық. Әрі көптеген жаңадан заңдар және көптеген статистикаларды білдік. Және біз табиғаттың біздің өмірімізде, денсаулығымызға және де қоршаған ортадағы маңызын білдік. Рахмет сендерге. Сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар. Бүгінгі сабаққа қатысқан оқушылардың барлығына жоғары баға қойылады.